Сәлем баршаңызға. Бүгінгі сабағымызда дәл осындай беті жабық, өте әдемі, әрі тез тоқылатын жаңағы үй шаркейін, яғни домашний тапочканы тоқитын боламыз. Тоқылу жолы өте оңай, ешқандай да қиындық жоқ. Мен осындай екі түрлі түсте тоқыған болатынмын. Мынау тек бір түстен, мынау екі түрлі түстен. Мен қазір мынаны емес, мынаны көрсеткім келіп отыр, себебі екі түстің қалай бір-бірімен алмасып отыратынын көрсету мақсатында. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көреміз. Және де видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек болады ең алдымен табан. Табанның сапасы өте жақсы. Жаңағы табаны тоқылған, жылы аяққа, және де мына жағы гелевый десек те болады. Осымен тоқитын боламыз. Одан кейін әрине бізге жіп керек болады. Бұған дейін мен каналымда иран жібімен тоқылған түрін көрсеткен болатынмын. Бірақ иран жібінен қарағанда осындай, мынау трикотажный жіп дейді ғой. Осы жіптің сапасы өте жақсы. Бағасы сәл-пәл ғана қымбат, бірақ сапасы өте жақсы. Түтігі шықпайды, біразға дейін сіздерге қызмет ететін болады. Бізге осындай екі түрлі түс керек болады. Бұдан бөлек бізге әрине мына жібім қалың болғандықтан 3 мм крючокпен тоқитын боламын. Сосын жіптерімізді жасыру үшін үлкен көзді осындай ине, әрине соңынан бізге қайшы керек болады. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Мен мінекей мына жерде байқасаңыздар, розовый жіппен бастаған болатынмын. Дәл осылай розовый жіппен бастаймын. Және де санаған кезде де мына жақтан мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шы жіптен іліп аламын. Яғни мынаны санамаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы жіптен алмас бұрын дәл осылайынан байқап алсаңыздар болады. Мінекей. Бас жағы мен аяқ жағын біріктіріп, шынымен де дәл сол жерге келіп тұрмас, оны көріп аласыздар. Осы жерден крючогымызды өткізіп, ең бірінші жібімізді осылай аламыз да, біріншісінен бір рет қана іліп аламыз. Бір жіп қана іліп аламыз. Бір воздушный петля көтереміз. Енді мына жіпті осының арасына міндетті түрде бірге тоқып кетеміз. Біріншісінен ілдім, келесіден 2 петля без накида іліп аламыз. Мына жерде бізде көріп отырсаңыздар, арнайы осындай ілмектері бар, яғни тоқуға арналған жіптері бар. Екіншісінен мен бір рет ілемін. 1 петля без накида. Келесі 2 петля без накида. Яғни дәл осылайынан чередовать етеміз. Біріншісінен мен бір ғана петля алдым, екіншісінен 2 петля. Келесі үшіншісінен бір ғана петля аламын. Бұл бізде жібім қалың болғандықтан мен осылай алдым. Себебі сәл кеңдеу болып кеткен. Тоқыған кезде. Келесіден 1 петля алдым. Одан кейінгісінен 2 аламын. Келесіден 2 мына жерден. Бірінші қатар тоқыған кезде сәл қиындық болады, бірақ ары қарай бетін тоқыған кезде өте оңай, жылдам болады. Біреу, екеу кетті, мына жерден біреу тоқимын.
дәл осылай соңына дейін, яғни мына жерден санаған кездегі 9-шы жіпке дейін мына қарама қарсы бетке дейін тоқып шығамыз. Яғни біріншіден біреу, келесіден екеу, біреу, екеу. Дәл осылайдан мына жерде жолыққанша. Мен біреу алдым соңынан. Енді менің қатарым соңына келгендіктен, былай өлшесеңіздер де болады, соңынан тағы да бір жіп іліп аламын. Басында, соңында да міндетті түрде бір жіптен ғана алынуы керек. Оны соңында қарай түсіндіретін болам себебін. Енді осы жерден бір воздушный петляға көтереміз да, мына жібімізді жасыра алатындай етіп кесіп тастаймыз. Қатты ұзын қылып кесудің қажеті жоқ. Не болмаса қатты кесуге де болмайды. Негізін құрап алдық. Енді ары қарай біз екінші жібімізді алатын боламыз. Енді осы жердегі тағы да бір мәселе, дәл біз мынаның ортасын табуымыз керекпіз. Сонда сіздер примерно мына жерден есептейсіздер да, тура ортасын, мінекей, ортасына дейін келеміз. Мысалға, менде ортасы мынау екен. Екінші аяқ киіммен де өлшеймін, ортасын табам. Ортасын тапқаннан кейін 1, 2, мына ортасы болды ғой менде, мына жер ортасы болды. 1, 2, 3, 4, 5-шіге алып барамын да. Так, тоқтаңыз. Мінекей. 5-ші емес, мен мына жерден алайыншы, 6-шыдан, себебі мынау менде сәл екеуі бірдей болу керек қой. Тура мынау бұрышына түсіп тұр екен. 5-шісіне. Мінекей 5-ші жіптен екінші жібімді өткіземін да, екінші түсті жібімді өткіземін. Бір воздушный петляға көтеремін. Міне. Дәл осылай бір воздушный петляға көтеріп, ары қарай бір жаңағы петля с накидом тоқимыз. Мына воздушный петля іліп алғаннан кейінгі жіпті тастаймыз да, одан кейінгіге бір петля с накидом тоқимыз. Мына жіпті міндетті түрде қысқа жіпті арасына қосып тоқып жібереміз. Жасырып жүрмес үшін, жасырғанға осылайдан оңай болу үшін. Мінекей, бір тоқыдық, ары қарай дәл сол жерден тағы да біреусін тоқимыз. Екеу тоқып аламыз. Енді ары қарай мынаны тастаймыз да, одан кейінгіні тастап, тағы да одан кейінгі екінші жіпке бір жіп тастап, одан кейінгі жіпке тағы да 2 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, петля с накидом тоқып алдық. Енді ары қарай тағы да біреусін тастаймыз да, одан кейінгіге тағы да 2 петля с накидом тоқимыз. Петля с накидом. Бір жіп тастап, екіншіге, бір жіп тастап, екіншіге осылайынан тоқып аламыз. Мына жіпті мына бір жерінен қиып тастасаңыздар болады. Міне осылай болды. Енді мен мына жақта тоқытқан кезде мен мына жерден 2 жіп тастаған болатын, сәл өйткені мына жаққа қарай келу керек деп. Сондықтан да енді міне бір, екеуін тастаймын да, мына жерден аламын. Бір жаңағы жібімді шығарып аламын да, соединительный петля жасап, мынаны созамын осылайдан. Ұзын тартып шығарып, мына табан осының ішіне сиятындай етіп. Осылай тартып шығарамыз да, мынаны былайнан айналдырып әкеп қайттан орнына қоямыз. Сол кезде мынау бізде байланады. Міне осылайнан байланады. Осылайнан байланады.
Енді мынау бізде осы жерде тұрады мына жібіміз. Келесі розовый жібімізді қайтадан алып келеміз тоқымамызға. Бұны тоқу үшін енді мынамен бірдей сәйкестендіріп отырамыз. Мен мына жерде міне 1-2 жіп тастадым, үшіншісінен іліп алдым. Сол сияқты мына жерден 1-2 жіп тастап, үшіншісінен іліп аламын. Сіздер оны өздеріңіз білесіздер, қаншасынан іліп алсаңыздар да. Енді шығарғаннан кейін бір воздушный петляға көтеріп, ары қарай мынаны жаңағындай сары жіпті жасырғандай бірге жасырып кетеміз. Енді бір накид крючогымызға ілеміз да, міне мына жерден дәл түбінен 2 петля с накидом тоқимыз. 2 петля с накидом. 1, 2. Келесі бізде мына жер. 2 петляны тастаймыз да, 2 петля с накидом тастаймыз да, келесіге тағы да 2 петля с накидом тоқимыз. Екі петля с накидом. Ары қарай тағы да дәл солай екеуін тастаймыз да, одан кейінгіге тағы да 2 петля с накидом тоқимыз. Одан кейінгі міне бізде соңғысы мына жерде тұр. Бұл жерге де дәл солай 2 петля с накидом тоқимыз. Міне, жаңа алғашында бізде 3 болған, енді 4. 1, 2, 3, 4. Енді ары қарай біз мына жақта 2 жіп тастап, үшіншісінен іліп алдық қой, дәл солай мына жақта да сөйтеміз. Міне 1, 2-ін тастаймыз да, үшіншісінен крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Мынау осы жерде қала берсін, міне сары жіп. Енді осы жерден соединительный петля жасаймыз. Яғни біріктіреміз жұмысымызды. Жаңағындай, дәл жаңағындай осылайынан созып шығарып, табанымыз сиятындай етіп, созып шығарамыз да, айналдырып әкеліп, қайтадан мынадан шығарамыз. Міне осылайынан. Сонда мынауымыз байланады, мына сары жіп осының ішінде қалады. Ары қарай сары жібімізді енді кейінгілерінде дәл осылай тоқитын боласыздар. Сары жіпті былайынан алып келеміз. Мынау қатты былайынан жаңағы созылып тұрмау керек, бос тұрмау керек, қатты тартылып тұрмау керек. Келесі мысалға мына жерде міне тағы да мен 1-2 петля тастадым. Мынаяқтан да дәл солай 1-2 петля тастаймын да, үшіншісінен іліп шығарып, осылайынан іліп шығарамыз. Енді үшіншісінен іліп шығарамыз. Мынау жаңа айтқандай қатты бос болмау керек, қатты тартылып тұрмау керек. Мына жақтан бір воздушный петля тоқып аламыз да, тағы да крючогымызға жаңағы накид іліп, дәл міне түбінен 1-2 петля с накидом тоқимыз. Екі петля с накидом. Одан кейінгісі міне бізде арка дейміз ғой, мынау арка мына жақта тұр. Одан кейінгі аркаға 2 петля с накидом тағы да тоқимыз. Уже ары қарай оңай бола бастады. Одан кейінгі аркаға да дәл солай 2 петля с накидом. Одан кейінгіге де дәл солай 2 петля с накидом.
келесіге де соңғысына да 2 петля с накидом тоқимыз. Екі петля с накидом. Мына жаман екен, ілініп қала береді екен. 2 петля с накидом. Тоқып, енді ары қарай жаңа мына жақта біз 2 петля қалдырдық қой, мына жақтан да дәл солай 1-2 петля тастаймыз да үшіншісінен іліп шығарамыз. Және де былайынан тартып, мынау табанымыз сиятында етіп шығарып аламыз. Мұндай шимақталған болмайды, себебі тоқыған кезде бұл бізге кедергі жасайды. Егер осылайынан байланып қалса, мүмкіндігінше шешуге тырысыңыздар бұны. Осылайынан қайталана береді. Мына жақта неше сан тастайтындарыңызды оны өздеріңіз білесіздер, бірақ бір айта кететін жайт, басында дәл осылай 2 немесе 1 тал петля тастап, одан кейін барып көбейткендеріңіз дұрыс болады, себебі сол кезде мынау узорларыңыз әдемі шығады. Және де 2 аяқ киімнің мына саны бірдей болу керек. Мысалға, менде бірінші тоқығаным саны, былай қаратасыздар да, үстіп қиғашынан тұрып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мына соңғы қатармен менде 10 болды. Демек, менде мына жақта да сондай 10 жаңағы қатар болу керек, тоқылу керек. Соған мән береміз. Олай болса, біз мына қатарға дейін тоқимыз да, соңғы предпоследний қатарға дейін тоқып, сосын сол жерде кездесетін боламыз. Осы жерден бір воздушный петляға көтеріп, мынауымызды, сар жібімізді қиып алып тастаймыз. Сар жібімді қиып алып тастайым. Қиып алып тастаймын. Менің мына розовый жібім пока тұрады осы жерде. Енді мына сар жіп керек емес болды маған. Енді мен ары қарай соңғы қатарды розовый жіппен тоқитын боламын. Мына ол үшін мен мына жерден крючокты іліп шығарамын. Бір рет іліп шығардым. Одан кейінгісінен тура түбінен бағана біз біріншісінен бір ғана жіп іліп алдық қой, мынандай осы жергеші. Енді мына жерде тура сол түбінен екіншісін іліп аламыз да. Екіншісін іліп алып, осы жерден іліп алып, менің крючогымда 2 жұп болды, соединительный петля жасап, бұлай шығарамыз. Енді бұрамыз жұмысымызды. Бұрғаннан кейін мына розовый жіптеріміз қала берсін, мына сар жіпті ортасына біріктіріп тоқып жібереміз. Бұрдым, сәл қиындау болады. Мына түбінен бір петля без накида тоқимыз. Бір петля без накида. Мынау қала берсін. Ары қарай уже сар жіпке қарай көшемін. Мына жерден тағы бір петля без накида.
әрбір петлядан бір петля біз накида тоқып шығамыз қатардың соңына дейін. Және одан кейінгісі тұр мына жақта. Ары қарай міне тұр. Міне тұр. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Мына жіп бұл мына жерден қала берсе болады, не болмаса тоқып жүрсеңіздер де болады. Мына жерде бір петля тұр, осыдан бір петля біз накида тоқимыз да. Енді ары қарай бағана біз бірінші алған жерден бір ғана петля алған болатынбыз. Осының түбінен тағы да бір петля шығарамыз. Сіздерге видеоға түспей қалған жерін түсіндіріп өтейін деген едім. Осы жерден бір жіп шығарып алғаннан кейін бір воздушный петляға көтеріп, өздеріңізге қажет жерге дейін кесіп тастайсыздар жіпті. Одан кейін келесі видеода мына көріп тұрғандарыңыз жіпті жасыру түрі. Яғни жіпті ішкі жағынан осылайынан ақырын бірінші инемізді өткізіп алып, сосын өткізіп алғаннан кейін инені сабақтаймыз да, осы жерден шығаратын боламыз. Шығарып артық жерін кесіп аяқ киімімізді тоқып біттік. Бізде осындай керемет аяқ киім шықты. Өте ыңғайлы, және де болашақта тоқитын болсаңыздар дәл осы жіпті таңдауға кеңес беремін. Себебі бұның качествосы өте жақсы, сіздерге ұзаққа дейін қызмет көрсететініне мен сенімдімін. Енді тағы да бір айта кететін жайт, болашақта тағы да осындай беті жабық аяқ киім тоқуды көрсететін боламын, бірақ ол иран жібімен тоқылатын болады. Иран жібімен мына жіпте айырмашылық бар, және тоқылуында да айырмашылық болады. Сондықтан да каналыма міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Болашақта әртүрлі неше түрлі видеолар шығатын болады. Сол менімен бірге болыңыздар.